Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз 15 минутта ашытқысыз бауырсақ пен шелпектер жасайтын боламыз. Бұл рецеппен өте жұмсақ болып шығады. Әсіресе тез арада бауырсақ пен шелпек пісіру қажет болса. Ол үшін бізге жұмыртқа, сұйық май, ұн, қант, сода, тұз және сүт керек. Алдымен ыдысқа жұмыртқа, май, қант, сода, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сүт құямыз. Біртіндеп ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Одан кейін 15 минутқа тындырып қоямыз. Сосын домалақтап жайып, қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Біз жарты бөлігінен шелпек, ал қалған жартысынан бауырсақ жасадық. Осылайша тез арада жұп-жұмсақ бауырсақ пен шелпектеріміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.